Симулейман және достар, біз сіздерге бір айтар жаңалығым емес қой бір жаңа достар. Мен сіздерге бүгін Nox программасымен таныстырып өткім келеді. Nox программасы яғни қанды телефондағы ноутбуктегі компьютер мен телефонды басқару, яғни айтқанда бұл былайша айтқанда планшет, яғни айтқанда бұл планшет. Бұл программаның барлығында істеп болады. Мысалға сізде WhatsApp деген желілерге телефон жүйелері жоқ болатын болса, осы ноутбукпен ыңғайсыз болатын болса, телефонмен уақыт беріп отырсаңыз, осы ноутбукпен де WhatsAppқа кіре беруге болады. Instagram әртүрлі желілер бар, және бұл Play Marketте әртүрлі заттарды скачать етіп алып, дәл телефондағыдай отыра беруге болады бұл программа. Бұл программа шынымен мықты. Шынын айту керек, түгелі бар, тек ұстайды, WhatsApp түгелі бар. Бұл программаға видеоңызға лайк басып қойыңдар достар, және қараңыздаршы, кәдімгідей керемет программа ұнады. Және настройкасын қарайық. Настройкасы қайда екен? Настройкасын таба алмайды. Бұл файлдарға осы as переводик деген білесіздер. Көріп тұрсыздар, 31 гигабайт өзінің несіне келеді. Бұл 31-32 гигабайттықтар деген ол iPhone'ның памяты, көріп тұрсаңыздар, иә. Итак, осы программа жазуға болады, және осы сайтында программаға Clash of Clans жазуға болады. Осы программамен осы сайт программа болады. OS Tax деген программа өте керемет программа олда. Жазғаныңыздар өте керемет зат. Сделаем мен әрекем кез видеоны кездескенше қояйық. Жақсы, бұл программа туралы басқа ештеңе айта алмаймын. Керемет программа. Міне настройкасы, міне Wi-Fi түгелі бар. Осы программаға скачать етіп алыңыздар. Clash of Clans видеоға түсіруге керек болады плейстерге. Так, сделаем әрекем кез видеоны кездескенше аман сау болыңыздар.